бүгін бізде балалар зияткерлік сайыс, ол сайысқа 2 топ қатысады. Біз мақал мәтелмен жарысамыз. Кім көп мақал мәтел біледі екен. Бірінші топ сендер тапқырларсыңдар ғой, иә? Сендер алғырларсыңдар. Бірінші тапқырларға айтамыз. Еңбектің наны тәтті. Ал айтыңдар. Сендер еңбектің наны тәтті, жалғасы қалай? Жалқаудың жаны тәтті. Тамаша. Еріншектің таусылмас, иә? Көз қорқақ, еңбек етсең, өнерлі, Өрге жүзер. тастас, Өрге жүзер. дұрыс. Ата көрген оқ жонар, Ана көрген қол пішер. 7 рет өлшеп, Мансұрай, Бір рет кез. өнерленің қол алтын, Өрекшінің сөз алды. еңбек үйренемін десең ерінбе, Өнер үйренемін десең жерінде. талаппен бастап, Алғанмен аяқтап. жақсы, тамаша. Енді келесі топқа сұрақ. Дайындалыңдар. Сендер аттарын қалай топтың? Ойлы болсаң, озып көр дейді, мақалдың жалғасы. Сын түзелмей, көп тез айтсаңдар, досы көпті жау алмас. Қатты айтыңдар, ақылы көпті да olmaz. Шебердің қолы ортақ, шешенің сөз ортақ. Алғырлар тобына оқу білім бұлағы, жаңбыр бір жаса, өнерленің қол алтын, еңбек етсең ерінбей, отан қуат, ұланы бар елдің, білген кісі тауып айтады, жақсыдан үйрен, жері байдың. Мақал мәтелді суретке қарап тап дейді. Оқы. Көз қорқақ, қол батыр. Дұрыс. Екіншісі ата бәйтерек, бала жапырақ. Үшіншісі. Өнер алды, қызыл тіл. Ал кім жалғастырады? Серік отыр, басқа біреуің жалғастырыңдар. Білім, жеңіз, мектеп, кемес. Дұрыс. Кітап алтын, қазына. Күш білімде, білім кітапта. Дұрыс. Оқу білім бұлағы, білім өмір шықтағы. Жақсы, отыра қой. Әкеге қарап ұл өсет, анаға қарап қыз өсет. Тамаша. Ал қазір Ернұр шығып тұрып орнынан айта бер. Бас кеспек болса да, Тіл кеспек жоқ. ана сүті бой өсіреді. Ана тілі ой өсіреді. Жақсы. Тілмен байланған, Тіспен шешілмес. тіл тас жарады. Тас жармаса бас жарады.